Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге қатпарлы қамырдан жасалатын ең дәмді сливочный крем мен трубочканы қалай жасау керегін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең оңайы бұл қамырды сіз кез келген дүкеннен сатып ала аласыз. Содан соң жасау оп-оңай. Менде осындай трубочкаларды жасау үшін арнайы темірлер бар. Егер сізде болмаса, қобалжымаңыз, себебі оны кез келген фольгадан немесе пергаментный бумагадан жасауға болады. Мен фольгадан жасап көрсетейін. Осындай бір бөлігін алып, домалатып, дөңгелетіп, керекті формаңызға келтіріп алуыңызға болады. Және де қамырмен жұмыс жасаған кезде ешқандай жабыспайды, піскен кезде де оңай алынатын болады. Сол себепті уайымдамаңыз. Мінекей біреуін дайындадым. Енді осыған қамырды орап көрсететін боламын, қалай пісетінін сізде қарап көріңіз. Ендеше қамырымызды аламыз. Қатып тұрған қамырды ең алдымен жібітіп алуымыз керек. Қатты жібітпеңіз, себебі ол тақтайға жабысып, жұмыс жасау ыңғайсыздық тудырады. Сол себепті енді жіби бастаған кезде пайдалансаңыз ең идеалды уақыты сол. Мінекей жаңағыдай төртбұрышты бір бөлігін үшке бөліп, содан кейін оқтаумен сәл жұқартып жайып аламыз. Содан кейін ғана барып, осылай темір түтікшелерімізге орайтын боламыз. Мінекей ең соңында орағаннан кейін саусағыңыздың көмегімен бекітіп жіберіңіз. Пісу барысында ашылып кетуі мүмкін. Осылайша барлығын сіздегі формаға орап шықсаңыз болады. Осылайша формасын берген түтікшелеріңізді сүт қосылған жұмыртқаның сарыуызымен сылап шығыңыз. Пісу барысында әдемі түс беретінін ұмытпаңыз. Мінекей осылайша барлығын сылап шыққаннан кейін қызып тұрған 190 градустағы пешке 15-20 минуттың ішінде пісіріп алсаңыз жеткілікті. Қадағалап отырғаныңыз дұрыс, күйіп кетпеуін қарап отырыңыз. Менде кем дегенде 17-18 минутында пісіп шықты. Содан соң пешімізден алып сәл суытып қоямыз. Сол суыту барысында кремімізді дайындап алуымыз керек. Сливочный кремді жасау кезіндегі ең маңыздылығы майымызда. Сары майымыз кәдімгідей нағыз май болуы қажет, яғни 72,5%. Және де оны ең алдымен бөлме температурасында жұп-жұмсақ қылып ерітіп аламыз. Содан кейін таза табамызға салып, ағарып, көпіргенше миксермен араластыратын боламыз. Кем дегенде 4-5 минут уақыт кетеді. Осылайша сары майымыз ағарып, сәл көлемдене бастаған кезде ванилин қосуға хош иіс беру үшін кеңес беремін. Оны да және тағы бір миксермен араластырып алғаныңыз дұрыс болады. Ендігі кезекте сгущенкаға келді. Сгущенканы консистенциясы біркелкі болу үшін қасықтап салғаныңыз дұрыс. Осылайша ас қасықпен жаймендеп қосып отыру арқылы миксермен араластырып отырамыз. Солайша бізде креміміз дайын болады. Бар жоғы осы 3-ақ ингредиенттен бізде ең дәмді крем шығады. Барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Егер де сіз майыңызды дұрыс ұзағырақ араластырмаған болсаңыз, сәл сұйықтау шығуы мүмкін.
Ол кезде сәл тоңазытқышқа салып алсаңыз жеткілікті, ал менде бірден қою болып шықты. Ендеше пайдалана беруімізге болады. Міне достар, фольгамен жасалған трубочканы алып көрсетейін, оп-оңай алынады. Енді осының ішіне дайын кремімізді құятын боламыз. Мінекей достар, осылайша барлық трубочканың ішін формасынан босатып, ішіне ең дәмді кремді құйып шығып, барлығын дайындап алсақ жеткілікті. Мінекей достар, қатпарлы сливочный креммен трубочка жасау оп-оңай. Сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.